Arkadaşlar, жағдайларыңыз қалай? Мен енді ұйқыдан тұрып, дайындалып, бір кісілерді күтіп отырмын. Әлі ұйқыдан тұрмаған сияқты. Сол күшті бір жерге барамыз деген еді. Соны анау кішкентай кезімізде үйдегілер ертең сені күшті бір жерге апарамын десе, тұра сап дайындалып, бір қашан барамыз сол жерге деп отыратын еді. Тура сондай болып тұр менде. Сол бірге білеміз, бірге көреміз қайға баратынымызды, сенімен бөлісіп отыратын боламыз. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like Айдана балық жайнап отыр, әдеттегідей. Қыздардың көзі түсіп жатыр жігітіңізге. Абайлаңыз. Мен сұрақ қойып жатырмын. Ақылды бірақ ақшасы жоқ, немесе бай бірақ сараң. Қайсысын таңдайсыз? Ақылды бірақ ақшасы жоқ. Соны таңдай бересіз бе бәрібір? По душе. Солай екен. Нұржан, көңіл күйіңіз қалай? Әдемі. Светті сол күйі өшірмедіңіздер ма, не істедіңіздер? Қинай жіберген. Әлде жағып тастадыңыздар ма? Иә. Татуласып алдыңыз ба? Иә, татуласып. Сыртқа шыққаннан кейін көндіріп айттыңыз ба? Мөлдіреді. Мөлдірет жіберетін бар. Енді келесіге дайындалып кел деді, балауса ханым, дайындалып жүрсіз ба? Күшті комплимент айтуға ма? Иә. Мен негізі жақсы көрген адамым айта алмаймын, комплимент ше. Қобалжып қалдыңыз ба? Жақсы көрген адамны мен қысыламын. Жүрегімде неше. Бұлай қыздарға айта беремін. Сондай. Қызыңыз болашақ келіншек ретінде қатты ұрсатын немесе қатты қыдыратын қайсысын таңдайсыз? Екеуін де таңдамаймын. Ойдағы өтейін. Қатты қыдырып, қатты ұрсатын. Желайым жоқ ше. Енді біреуін таңдау керек қой бәрі. Қиын ғой ол сұрақ. Қайсысын таңдайсың? Қатты қыдыратын, қатты ұрсатын, екеуі де қиын ғой. Қыдырып жүресің. Қыдырып жүрегі. Астанаға барғысы келіп жүрген қыздың көңіл күйі қалай екен? Сөйтіп Астанаға барғыңыз келіп жүр. Үміткеріңіз не істейтін болды? Апаратын болды ма, апармайтын болды? Апарам деп айтқан, білмеймін. Мен мынандай сұрақ қойып жатырмын қыздарға. Бай, бірақ сараң. Ақылды, бірақ ақшасы жоқ. Қайсысын таңдайсыз? Ақылды, бірақ ақшасы жоқ. Бай, бірақ сараң. Жұмот. Қалай болады екен ол? Жұмот дейсіз ба? Иә. Ақылды, оны таниды жарым. Бірақ ақшасы жоқ. Енді ақылды болса, ол ақшаны да табады деген нәрсе ғой негізі. Ойлайсыз ба сөйтіп? Иә, сондай нәрсе. Ақылдылығымен болса, пысықтығымен болатын болса, ол ақшаны да табады деген сияқты. Ақылды аспанға қарап жататын болса, ол достаточно ақылды емес сияқты деп ойлаймын. Бір жақсы бір жігіт таппай жүрген Әсемнің көңіл күйі қалай екен? Әлемнің ғажап елі. Кешегі өлеңді кім шығарып берді? Ұйқасыз қалды. Өзіңіз шығардыңыз ба? Мәссаған, не деген? Әлемнің үздік компанияларының Ақындығым бар дейді. Әсем, сіз қалай ойлайсыз? Бай да, бірақ сараң. Ақылды, бірақ ақымақ. Қайсысын таңдар едіңіз? Ақылды, бірақ ақымақ. Иә. Ой, ақылды, бірақ ақшасы жоқ. Бай, бірақ сараң. Қиын сұрақ екен. Өшірді мен ғана өмірді. Ақылды адам жүр. Ақылды адам бәрі табады ақшаны. Бай таңдамайсыз ба? Сараң болса, ол ақшасын басқа жаққа құртып жүреді. Қояды. Ақшасын сізге құрту керек па? Маған ғана. Ал Ернардың көңіл күйі қалай екен? Көңіл күйім керемет. Не себеп керемет болуына? Сол өмір деген сүре білген адамға ғажап қой. Жақсы болып тұрған деген бар. Оның үстіне өзің отырған жерде бір емес екі бірдей сұлу қыз отырса десең. Бұныңыз енді қайсиетті сұрақ екен. Қайсысын таңдарыңызды білмей дал болып жүрсіз. Онда енді жаз енді. Үміткеріңіз ба? Екеуі де біреуі қарындасым болып келетін болса, біреуі бөле қарындасым. Ой, қалай болды? Бәрін туыс қылып алдыңыз ба? Үміткеріңіз нәрсе? Ернар, мен мынандай сұрақ қойып жатырмын. Болашақ жар ретінде қатты ұрысқақ қыз немесе қатты қыдырымпаз, қыдырып қалған қыз қайсысын таңдайсыз? Екеуі? Одан үйде отырып ұрса берсін ба? Ой, ұрса берсін. Жеп жүре береміз. Өміріміздің тыныштығы үшін. Қыдырымпаз қыздар не надо? Солай екен.